За манай нэвтрүүлэг маань тавьсан үргэлжлэн хүрч байна. За дараагийн ярилцлагын одоо ярилцлага авах гэж байгаа өвөө маань хавсалаар өвөө байгаа. За энэ хүн бас олон жил аймаг удирдсан, төр төвшилсэн ийм сайхан гадаа буудлуудын маань нэг байгаа маа. Ингээд өвөөгөөсөө одоо ажиллаж байсан үеийнхээ сонио хачнаас баярынхаа одоо онцлогоос асууя гэж бодож байна. За та бүхэнд Наурыз баярын мэнд хүргэе. Хүний амьдрал хөв тавилан бол хар цагааны нийлбэр тэнцвэр байдаг. Энэнд бол харан дийлэгдэж цагаан нь дийлж явах зам ёстой. Наурыз баяр гэдэг маань угаасаа энэ амьдралын ахуйгаас гарч ирсэн ийм баяр юм. Турк үндэстнүүдийн эртний Иран, Парс үндэстний хэлээр Наурыз гэдэг чинь шинэ өдөр гэдэг ийм санаагаар гарч ирж анх тэмдэглэгдсэн байна. Олон зуун жил энэ ард түмнүүд энэ баяраа тэмдэглэж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол шашинтай эсвэл өөр ямар нэг юмтай холбоогүй ард түмний үндэсний жинхэнэ баяр. Урдах нийгмийн үед бол гэр бүл дотор ах トゥ хамаатан дотор явцсан хүрээнд тэмдэглэж байсан. Яагаад гэвэл тэр нь тодорхой. Одоо энэ 90 оноос хойш ардчилсан хуусгал ялснаас хойш бүх нийтийн баяр болж энэ дотор Монголын казакууд одоо их өргөн тэмдэглэх ийм баяр боллоо. Монгол орны бол өнөөдөр их өргөн сайн тэмдэглэж ялангуяа манай аймагт ч их сайхан тэмдэглэж ард иргэд чөлөөтэй бивиндээ уулзж идэ амсаж жагсаал цуглаан хийж их баярын жагсаал хийж ийм тэмдэглэх уламжлалтай боллоо. Энийг бид бусад турк үндэстнүүд тухайлбал Казахстан ч юм уу, Өзбекстан, бусад улс орнууд ч гэсэн их сайхан сонирхож одоо ингэж байна. Жишээлбэл энэ удаагийн баярт бол одоо Казахстанаас 50 гаруй хүн ирж бас сонирхож үзэх ийм төлөвлөгөөтэй яриад байгаа. Ингээл одоо өнөөдрийн энэ боломжийг ашиглаж манай их орны нийт өнцгөлөнд байгаа Монгол ахнууд дүү нартаа Монгол түмэндээ Монгол улсын Монгол түмний салшгүй хэсэг болсон Монголын Казах түмэн та бүхэнд Наурыз баярын мэнд хүргэж гэгээлэг сайхан амьдрал дийлж хар хүчин дийлэгдэж явахын өлзийтэй өрөөлийг дэвшүүлье. Та бүхэнд гарч байгаа энэ шинэ Наурызын энэ онд амьдрал өөдрөг бүх юм сайн сайхан эрүүл энх сансан бодсон бүх юм биелэгдэх ийм сайхан жил болосоо гэж ярая. Баярлалаа. Өнөөдөр энэ Казах түмний энэ баярыг Монголын ард түмний нийт баярын адил гэж одоо энэ зөвшөөрөгдөд төрөөс ийм боломж олгосон. Тэгэл одоо манай бүх Монгол түмэнд хөргөж сайхан энэ баярыг тэмдэглэх, олон түмэнд хүрэх боломж олгосон манай одоо нэрт бизнесмен дүү болдоо дүүдээ энэ болдоо дүүгийн одоо энэ хариуцж байгаа Саяан телевизийн хамт олонда талархлаа илэрхийлье. Боломж байна, боломж олголоо их сайхан байна. Цаашдаа ч гэсэн энэ ард түмний одоо манай Монгол түмний Монгол орны энэ одоо олон жил энд амьдран сууж байгаа мянган жил амьдарч байгаа казакуудын доторхоос Кирей наймаадуудын уугуул нутаг болсон энэ Алтай нутагт амьдарч байгаа энэ түмний сайхан баярыг Монгол даяар хөргөж тэмдэглэх Монгол түмэнд баяр хүрэх боломж олгосон та бүхэнд бас талархлаа илэрхийлье. Ингээ сайхан баярлалаа. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочноор ирсэн дараагийн одоо дуурлаа танилцуулахад бэлэн боллоо. Энэ хүн бас яруу найрагч, зохиолч хүн багамаа Рахметийн Шинай гэдэг улсдаа 50 гаруй жил ажилласан. Одоо манай сэтгүүлийн салбарт одоо хүртэл редактораар ажиллаж яваа. Одоо үлгэр дуурайл болсон бас нэгэн үнэтэй саналаа өгч яваа ийм буурал маань багамаа. Танаас бас би юуны төрөнд өөрийнхөө танилцуулахаас гадна Наурызын баяр бас ард түмэнд ямар үр өгөөжтэй байдаг вэ гэдэг талаар асуумаар байна. 진짜
ихэнх их орныг тав хүнд энэ дорн дахны ардны хөннө төргүүдийн ёс тэмдэглээд ирсэн энэ шинэ жилийн хаврын баяр Наурыз баярыг тохиолдуулан бүгдээр нь баярын мэнд хүргье. За юуны баярыг Баян Улгийн аймагт энд одоо ахмадууд буурлуудаа цуглуулад анхудаа энэ аймагт энэ жил анх тэмдэглэж байгаа. Миний хувьд нэг бахархалтай зүйл бол энэ Самгаар өгөөж компанийн захирал болдвол миний нэг нутаг нэгт залуу байгаа юм. Энэ болдыг бахархаж байгаа зүйл бол юуны тэр баян компаниуд зөндөө байж байна. Харин тэдний дотроос ард түмний хүндэтгэд энэ томоохон ард түмний баярыг тохиолдуулан хүмүүсээ хүндэтгэлдээ зочноор ороод үрж авчраад ингэж Наурыз баярыг тэмдэглэж яваа дагаад бол би бол шин сэтгэлээсээ баярлж байна. Энэ жил манай бууцсан бол 60 жилийн ого тэмдэглэх гэж байна. Энэ бууцсан бол уг нь 60 настай сум биш 94 настай сум гэж болно. Манай сум Тус аймагт 1925 онд 4 сум байгуулагдсан. Энэ 4 сумын нэг нь бол Жаргалдан Сагсаа гэж одоо Бугын голын харсанд төвлөрсөн тийм сум байсан. Эндээс ургаж гарсан 4-5 сум байсан. Жишээлбэл Буян, Сагсаа, тэр Буянтаас гаралтай Алтай гэж нэг 4-5 сум энэ сумаас гаралтай. Энэ учраас их орн нэгдэлтэй болон нутаг нэгд Боготын нийт их орн даяар байгаа иргэдтэй мөн надтай хамт олон жил хамтран зүтгэж ажилласан Монцана агентлаг Монголын радио ардын эрх өдрийн сонины нийт сэтгүүлчид цаашлбал 60-аад онд ардын цэргийн алба хаасан зэвсэг нэгд дайчид Монголын зохиолчдын хэвлэлийн үзэг нэгд нөхөд та бүхэнд Баян Улгийгоос мэдчилгээ дэвшүүлж сайн сайхан аз жаргалыг хүсэж байна. За дараагийн та бүхэнд яриаг хөргүүлэхээр бэлэн болсон Ахмад маань бас олон жил төр төвшилсэн аймгийг удирдах байсан ийм одоо Ахмад үеийн төлөөлөл Баян Мэргэний зархамгай оролцож байна. За энэ хүн маань бас урд нь одоо төр төвшөлцөхээс гадна одоогийн байдлаар хүүхэд багчуудад маань үлгэр дуурайлуулсан энэхүү одоо зохиолын салбарт маш амжилттай ажиллаад өөрийнхөө уран бүтээлүүдээ номнуудаа гаргаад явж байгаа яруу найрагч зохиолч их орныхоо өнцөг болон бүрт байгаа нийт одоо иргэдтэй ард иргэдтэй Наурызын баярын мэдчилгээ дэвшүүлнэ гэж хүсэж байна. За тэгэхээр сэтгэлийн их баясгал ухаан ариуслын дээдийг авчирдаг манай ард түмний Наурыз баярыг манай ард түмэн найрхор наадам сэнглийн дунд өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэхүү одоо уламжлалын дагуу хэдхэн хоногийн дараа бид Наурыз баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гээд байгаа. Наурыз баярын тухай сая одоо миний өмнө одоо өгөх хэлсэн хүмүүс бүгд тодорхой хэллээ. Энэ бол одоо хаврын баяр, нарны баяр, хүмүүжлийн ёс заншлын баяр, аливаа одоо муу муухай юмыг гомдол маргааныг мартдаг баяр, бүх юм одоо сайн сайхнаар эхлэх ёстой баяр. Тийм ч учраас Монголын одоо нийт ард түмэнд Наурыз баярын чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээ дэвшүүлж айл бүхэнд аз жаргал, хүн бүхэнд эрүүл мэнд, гэр бүрт дастархан дөрвөл идэ будата, инэт баясгалтай, өөрх бүрд оюун хөшиг хураасан төвшин жаргалтай амьдрахын өлжитэй ёроолыг дэвшүүлье. Юуны өмнө энэ сууж байгаа одоо ахмадуудыг бид бүгдийг одоо хүндэтгэж хүлээн авч байгаа Самгаар өгөөж компанийн захирал энэ бол энэ саяхан удаа телевизийн хамт олонд энэ сууж байгаа ахмадуудын нэрийн өмнөөс үнэхээр одоо баярлснаа илэрхийлмээр байна. Альваа одоо юмны их нь одоо баялаг нь хөдөлмөр байдаг. Хөдөлмөр гэгээр одоо бүтдэг юм гэж байхгүй. Шувуу бол одоо далавчаараа жигвэрлдэг юм бол
хүн бол одоо зүтгэлээрээ хөдөлмөрөөрөө жигүүрлдэг. Бид одоо энх болдгийг сайн мэднэ. Энийг одоо хэлэхгүй юм бол хэзээ хэлэхгүй дээ. Ганцгны одоо 8-аас эхлээд одоо аймгийн одоо шилдэг 8-ачдын шилдэг бизнесмэнүүдийн одоо нэг нь болсон. Бүхий л одоо салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Монгол ардын нэг зүйрэг байдаг юм те. Нэг хүний одоо галсан төлөөр олон хүн дулаасдаг гэх. Тэгвэл одоо өнөөдөр энх болдгийн галсан төлөөр бол олон хүн дулаасж байгаа. Олон хүн одоо амь сууж одоо амьдарч байгаа. Аймаг орны одоо хөгжил дэвшилд маш их одоо тус болж байгаа. Альва одоо хүний одоо дуудах нэрийг эсэг нь өгдөг тий. Дурсах нэрийг одоо хүн өөрөө олж авдаг. Тэгвэл одоо эсэг нь энх бол гэсэн нэрийг өгсөн бол дурсах нэрийг одоо энэ нийгэмд одоо олж авах өөрийнхөө одоо дурсах нэрийг энх бол энэ хөдөлмөрөөрөө энэ бүтээлөөрөө олж авсан гэж би одоо хувьдаа бодож байна. Ингээл энх бол түүний одоо хамт олонд компани хамт олонд энэ Саяан телевизийн хамт олонд дахин одоо баяр хүргэж дээ. Ажил үйлсэл нь одоо өөдрөг амжилттай амьдрал нь одоо сайн сайхан бүх юм нь одоо нар мэд тунгалаг сар мэд сарвалхан байх юм. Үлзийтэй өрөөлийг дэвшүүлж улам одоо ихийг өтөхийг хүсэн яриа. Өзіңізге таныстыратын келесі сұхбат алатын сөзін тыңдайтын атамыз, құрмет қажет берген атамыз, бұл кісі аймақтық қан банкінің бөлімшесіне де көп жыл қызмет атқарған, аймағымыздың дамысына өз үлесін қосқан аталарымыздың бірі. Атамыздан жалпы осы Наурыз мейрамының ерекшелігі жайлы сұрағым келіп отыр. Жарайды. Енді жаңа алдыңғы сөйлеп кеткен қариялар Наурыз мейрамының негіз туралы айтып өтті. Енді ол кісілерден қалған сөз қалған жоқ, бірақ енді қазақтың Наурыз тойы мерекесін тойлайтын себебі ескі жыл есіркеді деп, оған ризашылығын білдіріп, жаңа жыл жарылқасын деп, үлкен ақ тілектер арнап, мына төрде отырған қариялар сияқты абыз қариялар, алдыңғы толқын ағалар, артық толқын інілерге, кейінгі толқын ұрпақтарға ақ баталар арнайтын, жақсылық тілейтін осындай күн. Енді қазақта сөз бар, жауымменен жер көгереді, батаменен ел көгереді дейді. Батасыз құл жармайды, баталы құл арымайды дейді ғой. Сондықтан бұл Наурыз дегенің енді жақсылықтар тілейтін сондай жақсы мереке. Енді бәріміз білеміз, мына Моңғол ағайындармен отанымыз бір жақсылық, табыс жетістіктеріміз ортақ. Соның белгісі енді міне бүгін біз осы жерде мына Болданың мекемесінде мына жаңа жыл Наурыз мейрамын тойлап отырмыз. Енді жаңағы айтқанымдай біздің өмір тіршілігіміз жалпы осы Моңғол ағайындармен ортақ. Оның себебі енді өткен аз күннен бұрын тойланған Шаған мерекесінде де біз Моңғол ағайындармен бірге Майрағайда Тайрағай жақсы көңілменен осы қуаныш қызығын бөліскенбіз. Бүгін міне Наурыз мерекесінде Моңғол ағайындармен бірге тойлап өткізіп отырғанымыздың себебі де соған байланысты деп ойлаймын. Енді сондықтан тек біздің бай өлгейліктер емес, Моңғол халқы осы Наурыз мейрамын бізбен бірге тойлап мерекелеп жатыр деп түсінемін. Сондықтан Моңғолдық елінің жалпы халқына, енді жалпы осында өмір сүріп отырған қазақ ағайындарға осы Наурыз мерекесіне байланысты осы келген жаңа жылда, доң жылында аңғи жақсылықтарға кеніле беруін, ойлаған ой деген армандарына жетуін нәсіп етсін деп Алладан тілеймін. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың келесі қонағы Буйынсұмыннан келіп қонақ болып отырған, көп жылдар бойы Буйынсұмынның ауруханасында күтші болып жұмыстаған Ғажайып атамыз келіп отыр екен. Осы Ғажайып ата, сіз осы біздің бағдарлама барысында Наурыз мерекесіне орай өзіңізді таныстыра кетіп, және де сәлем жолдасаңыз. Рахмет қырғым. Ассалаумағалейкум, қымбатты осы түйілған ойдан қырдан келген қариялар, келе жатқан Наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ал енді мен Буйынсұмыннан келдім. Буйынсұмында Қазақ Ұранқай деген екі ұлт тұрамыз, 50-50-дей. Осы
қазақ 50, Құранқай 50% осындай аға бауыр болып өскен, жасымыздан өскен осындай халықтармыз. Ал енді сол бұйын тұсымнан келгендіктен мен енді сол Моңғол ағайындарға да Наурыз мерекесін құттықтағым келіп отыр. Жасанбай Атханов мана бұйын тұйын арттымын. Ир жауат, ені қазақин ұлым жыл Наурыз байры мендік күргіш тау күн, сән саяқын бүкін үйкісін өрей. Ал енді қарға мен біз бұйынты сұм болғанда жаңана кісі Шынай ағамыз айтып кетті. 1940 жылы бай үлгі аймақ орнаса 42 жылы 5 кигіз үйменен 42 жылы бұйынты сұмы жарғыл сақсай мантықнар деген негділдермен бірігіп, осындай нар мантық негділ бұйынты сұмын деген орнаған сұмын. Ала 5 кигіз үймен, ала сол алғаш орнағанда Мөңкө деген дарығы, Мөңкө деген кісі дарығы болып тұрған, бастығы болған, біздің әкеміз Ботағай деген кісі алғашқы емші болған кісі сонда. Ал енді содан бері міне 7 бақ болған бұйынтыда осындай аға бауыр болып өскен осындай халықпыз, қашаннан бері бірге өсіп те қайнаған. Ал енді оны 59 жыл деген жылдары Алтай сұмын бұйынты сұмынан бөлініп шықты. Онан кейін 2 сұмын қатар болдық. Ал енді содан өмір бойы сонда жұмыстап өстік. Ал енді болда біздің сұмынға күйеу болады. Ал ана Насылма, ана Соғызылма деген мен қыздарым болады. Ал енді біздің сұмында өсті. Әркесі Дәмпіл деген Тоқтықы деген балуан кісі болды. Осы кісі біздің сұмында жұмыстап тұрдық. Ана Сойлин төп бәрлік салдыртты. Қалың қаша 70 жылда қаша жуылық барғатта қаша салдыртты. Қалың еңбегі сіңірген. Осындай жұмыскер өтті. Тоқтық сан ашылып, баю жиғызып, сода бұйынты сұмға қызыл керпіш өрт өтіп, осындай алғаш сан ашылған өтіне деген дарығы тұрғанда, осындай көп еңбегін сіңірген адам еді. Соның баладары мына Насылма, Соғызылма деген баладарымыз, бұтар еңбекшіл осындай жақсы қызмет етіп, мына болда күйеу, енді біздің сұмынға күйеу, болда бізді мынандай қыройдан үстіп шақырып алып, мынандай дәнін ауыз тигізіп үлкен мына самбығарып неменеде күлеп алып жатқанына мың рахмет, бала шағасының игілігін көрсін. Рахмет айтам, енді барлықтарыңыз Наурыз жақсы тойлаңыздар демекшімін. Қажай бүгіді байырлықтар кеч келмерен, мен дарагым мана ярсыға құчаға күман оңудан жел бүргіттер әжіл, бүргіттен үйғар әжіл жайсын, бүргіштен хотбаны өдірдік сөйлілен кешуін байсын қызбай ұлыман, мантас мана нефтіріктер көрсін ерсін байна. Тән дөнетірі менде көрге, тавасын ку нефтірілген сапшанег ашыглад, ардыргіттен Наурызы менчілге көргед. Бас бүргіттен тұқанек товчығын медел көріп ардыргіттен. Айрылла. Сәби төржөссің, күй сөгілдіші көлдорсың, делун сумиха нерик төлелжені ол оран арқымжен дорысы жоға. Тауқым метін манай делун сум болайым генде өсін тауын құрын километр алсылықтысың. Өңгірсің онды найын жылын туықты ойға темдігілсің, 30 онды байғылықтысың сұмды инек. Делун сум болуда хүңа мекте малын өссің, дейхің үйді октябр көшчес негітілгіжі ұлыстайыр алдыртта негітілбайсың. Бұқарттымны сәстік тұрылданды, дөріңі да түрілжі, автомашинар шағын олжы байсың манай делуіні арттымын. Делуіні ата манай олсы емжені аңқытық шықылмерін батыр өдің түсінде делуін сұмас төрсің. Қойыртық батыр Нұқ қой бол малчың батыр делуін өстөрсің. Орнық ба қой бол орқайштас дава жауындара қойыртық батыр болжы менділсің. Моңғол ұсыт қорын ойыр емікте көдімірін батыр бәйдігін негін манай делуіні бұл болған қуа. Екмет көдімір бүтелері алдырта ем делуін сұмын бас төлел жуаға ұшырас. Делун сумиха нит арты иргити кавымнес, Монголорниха, Монгол түмінде нит иргитте, Эхорниха нәмін зүк, дөрвін зүк нәмін зөкіс тәжіл жуаға, Казак иргитте,
қазақ түмінде наурызын байрын халу менди хүргүжү улус оң болсын, ақ мол болсын, шин онды бол, шин амжыл. Быйт өкінет, век болтуға кежі ерейі. Бейені бейонды орылсыз бағаген қовды басына кетіммір сүлік терілсін термеге оншығы. Зүгір бүргіден талар ерівді хим ярық. Асудыл бей зүгір бүргід бол, мана қазақ түміне нері қудыз. Бренді бүтөктігін. Бүргід ота Маших ода ачқол бүлгөкчіға ЮНЕСКО бүрткөктісін бүргід әрі бейт бақырқыдық, домбыр көкжімері бақырқыдық, қара жорға бейіл бейвегелге кәре бақырқыдық. Мана әрттіміне қамген ода бақырқылт бейден неге бүргід кежіл келі топчықында өр ода ел көрілжі әрбіл ек сақықта керекте болқаға. За, текер бейнегетін сүлік терісін тереген шығатқы, өн әрттіні туықте өвік детсі ман нотық. Қазақ ұранға туағин, жарғылар дұрын өлгүй. Табын бағды өргілін, делкейін неген қайқымшық, зоң олыны сойлың өвін, күмін бетіні бақырқал. Өвірміс нүдлің олымжылыл бүхүй, екорны әруін қаймыр, жолчыт гейчіт тұқылың сатық, байын қансы қаймақ. Қос қойыр ұттығынек, сағансар наурыз байырын, Моңғылы қос үр қимырық, үрт бадырач байға. Өлгі чүтте, ептен әрті, өн мөңкең аз жарғылы біздің өрәжбайна.
бидний урилгыг хүлээж аваад хүрэлцэн ирсэн энэ сайхан буурлуудаа баярлалаас талархснаа илэрхийлье. Одоо удахгүй Наврус баярын болох гэж байна. Улсын болсон, Акмал болсон гэдэг ерөөлийг дэвшүүлье. Дараагийн та бүхэндээ танилцуулах гэж байгаа зочин маань Зизагүл эгч маань байгаамаа. За Зизагүл эгч маань Баянуур сумыг төлөөлөн оролцож байгаа газар тариалангийн мэрэгжилтэй. Тэгэхээр та Баянуур сум маань бас бусад сумуудаас ялгаатай газар тариалангаараа за өлгийн хувьд бол бас 21 аймгийн хувьд алим ургадгаараа ийм алдартай сайхан сум байгаа. Энэ сумынхаа талаар мэрэгжлийнхаа талаар та бас бидэнтэй хуваалцахгүй юу? За өнөөдрийн Ахмад буурлуудтай хамтаа энэ хүндэтгэлийн зогт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Би өөрийнхөө тухай ярихаасаа илүү сумынхаа газар тариалангийн талаар ярмаар байна. Манай сум бол манай аймгийн хувьд онцлогтой сумуудын нэг. Газар тариалангийн талаар ярил манайхан өнгөрсөн жилд 112 гад төмөс тариалж 1344 тонн төмөс хурааж авсан. 67.5 гад хөсний ногоо тариалж 892 тонн хөсний ногоо хурааж авсан. 20.5 гад жимс тариалж 13.4 тонн жимс хурааж авсан. Малын тэжээл бас онцлогтой. Малын тэжээлийг бол 66.7 гад тариалж 108 тонн малын тэжээл хурааж авсан юм аа. Тэгээд манайх бол манай Баянуур сумын брэнд бүтээгдэхүүн болох алим ургуулдаг энэ талаар ярил алим бол 6-аас 7 төрлийн алимны сорт ургуулж байгаа. Энд бол 6.2 гад тариалт хийж жимсний 5-аас 6 тонн жилд арнитгийн алим хурааж авдаг ийм сумууд байгаа. Энэ мэрэгчлэр ажиллаад хэдэн жил болж байна? Би бол газар тариаланд бол 20 дахь жилд ажиллаж байгаа. Манай сумын бол өнгөрсөн жил бол манай сум бол 80 жилийнхаа оёг тэмдэглэсэн. Энэ боломжийг ашиглаж 93 онд хөд аж ахуйн их сургуульд төгссөн ангийнхаа найз нөхөд тэгээд хамаатан төрөл садан ахын дүүс Баянуур сумын ард түмэнд Наврузын баярын мэндчилгээг дэвшүүлье. Құрметті көрермендер, дәл қазір менің қасымда Өлгей сумынымызда талай жыл ұстаздық қызметін атқарып, демалысқа шыққан 5-ші аға мектебінде ұстаздық істеп жүрген, тағы да басқадай сумындарда талай пәндерден сабақ үйретіп жүрген ұстазымыз Бәтиме апа келіп отыр. Дәл қазір мен Бәтиме ападан сұрағым келіп отқаны, сіз ең алдымен осы Наурыз мейрамыңыз құтты болсын. Наурыз мейрамы отбасыңызға құт береке әкелсін. Осы Наурыз мейрамына орай біздің осы арнамыздан жүріліп жатқан бағдарламаға қатысқаныңызға, біздің шақыртуымызды алып келгеніңізге көптен көп рахмет айта келе, осы мұғалімдік қызметін қанша жыл атқардыңыз және де қандай пәндерден сабақ бердіңіз, осыған қысқаша тоқтала кетсек. Мен ең алдымен өзімді таныстыра кетейін. Көпшілік қауым баршаңызды әуелі алда келе жатқан Наурыз мейрамдарыңызбен қызу құттықтаймын. Наурыз баршаларыңыздың отбасыларыңызға амандық әкелсін, шаттық әкелсін, бақ береке әкелсін. Ұлысымыз оң болсын. Мен өзім жайлы қысқаша таныстыра кетсем, атым Бәтима, әкемнің аты Қадыс, руым Метелі. Ең алғаш 73 жылы Арқанқайдағы мұғалімдер даярлайтын мектепті бастауыш сынып мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп келіп, 36 жылы осы мамандық көлемінде еңбек істедім. Ең алғашқы жылдары Ноғынұр 10 жылдық мектебінде жұмыстадым. Мұнда мамандық сирек болғандықтан бастауыш класс мамандығы бойынша көп жұмыстағам жоқ. Әртүрлі пәндерден қазақ тілі әдебиеті, моңғол тілі, пионер вожатые, география, еңбек пәндерінен
сабақ үйретіп келдім. Одан кейін мынау Өлгей сымының 1-ші мектебінде, 4-ші мектебінде, 5-ші мектебінде соңғы жылдар еңбек етіп, 2009 жылы құрмет темасына шыққанмын. Ал енді жолдасымның аты Серьездан, ол кісі көпке танымал адам шығар. Мынау мұғалімдер мектебінде орынбасар директор ұстап тұрып, және кафедра меңгерушісі, музыка мұғалімі қатарлы қызметтерді атқарып тұрып, ол кісі зейнет темасына шыққан. Қазір екеуміз қатардағы пенсионерлерміз. Бала шағамыздың ортасында өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Ұстаздықтың сыртында мен көп балалы анамын. 8 баламыз бар. Барлығы да мұғалім мамандығы бойынша бітірген, әртүрлі салада қызмет істеп жатқан жағдайлар бар. Өнегелі отбасылар. Солай деуге де болады еді. Ақжаулықтан сіз келіп отырғанда, мен сізден осы Наурыз мейрамына орай бір сұрақ сұрай кетсем. Жарайды. Наурыз мейрамы қазақ халқының мейрамы. Иә. Біз осы біздің жаңа жыл деп те айтып өтсек, яғни артық етпес. Осы Наурыз мейрамында біздің әрине жалғыз ұлттық тамағымыз ол Наурыз көже. Иә, Наурыз. Сіз осы Наурыз көже жайында бізге қысқаша айта кетсеңіз, Наурыз көже қандай тағамдар? Наурыз көже дегеніміз жаңағы Наурыз мерекесінің құрметіне арналып жасалатын сыйлы ас ретінде жасалатын тағам. Бұл Наурыз көжені әркім әр қалауынша жасайды, дегенмен де Наурыз көжеге 7 түрлі дән қосады деген рәсім бойынша жасалады. Ең алдымен жаңағы өзіміздің қалауымыз бойынша қазанға су құямыз. Одан кейін тұз астың атасы деп аталатындықтан қалауымызша тұз саламыз. Одан кейін жаңағы арпа, бидай, сүр етімізді саламыз. Одан кейін арпа, бидай, жаңағы сөк, күріш, ас бұршағы сияқты 7 түрлі дәнді қосып баптап пісірамыз. Содан кейін пісіп біткеннен кейін көжемізге қатық қосып қонағымызға әзірлеп береміз. Осы Наурыз көжемен бірге жүретін бір нәрсе ол табақ, ет тартқан табағымыз. Иә. Етіміз. Осы етке мысалға сол күні қандай еттер асылады, және де сол асылған еттерден мысалға сол жылы әскери қызметін, әскери борышын өтеп кеткен азаматтарға содан сыбаға сақтала ма? Сол табақтағы ет туралы қысқаша айта кетсеңіз. Иә, Наурыз көжеде асылатын ет дегеніміз жаңағы әуелі қойдың басы, жамбасы, асық, жілігі, қазы, қарта деген сияқты жаңағы еттің қоспасы түгелдей асылады. Осы асылған еттер жаңағы ағайын туысқа, құда-құдағиларға, құда жекжаттарға сый табақ ретінде тартылады. Жаңағы біздің, мен сізден білгім келгені, сол жылы, сол отбасында, сол күні, Наурыз мейрамы күні жоқ болып қалған азаматша немесе азаматқа сол еттен сыбаға сақталына ма? Иә, сыбаға сақталынады әрине. Алыста жүрген ұлдары, қыздары, ағайын туыстары болса соғымның етінен жаңағы соған арнап, жаңағы қазы қартасы, сыбаға жіліктерін арнайы сақтап, кептіріп сақтайтын дәстүріміз бар. Мынау Наурыз мерекесін жалпы қазақ жұртшылығын бүркітсіз елестетуге болмайды. Осы бір керемет аспан құсын қолына қондырған қазақ азаматтарымызда көп баршылық. Қазір заманда еліміз көлемінде көптеген мемлекеттерде осы бүркіт құсбегілікпен айналысатын азаматтарымыз көп. Бұны дүние жүзінің халқы біледі. Осы жайлы аймағымыздың жас бүркітшісі Серік Жеңісбектен сұрайық деп отырмыз. Студиямызға қош келдіңіз, бүркітіңізді ала келген екенсіз. Жалпы осы құсбегілік жайлы айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Ата әжелер, Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Және мен өзімді таныстырып кетейін. Сақсайсымның бүркітшісі Серік Жеңісбек. Ұрым Шарайғыр, 26 жастамын. Және бүркітті көтерген салғаныма 13 жыл болды. 13 жасынан бастап бүркітпен әуес болдым. Бұл қыран құстың қасиеті бөлек. Қыран құс бар жерде құт бар дейді. Қазақ атамыз айтады. Ежелден ата-бабамыздан қалған салт дәстүр болғандықтан
ол бір ер жігіттің, қайсар азаматтың бір міндеті деп білемін. Бұл қыран құсты қасиетті. Атаңыздан әкеңіздің дарыған қалай үйреттіңіз, анықтасыңызда сізге кім үйретті? Бұл менің ата-бабамда арғы аталарымыз салған, мен әкем салған жоқ. Менің нағашыларым салған. Сол нағашыларыма негізі үйренген. Сол менің ағам, әкемнің бауыры Еділ деген кісі болған. Сол кісінің шәкірті болған. Сол ағамызға еріп, қағушыға еріп, күлкі байланып, 11 жасымызда. Содан кейін мына қыран құстың қасиеті бөлек болғандықтан, солай мына қыран құспен байланысып кетті. Өзіңіз айтып жатсыз, қасиетті құс деп, аспан құсы өте биікке самғайды, ұясында биікке салады. Осының балапанын неше айда алу керек, қалай аласыздар? Жалпы баптап күту бабы күшті құс шығар, қалай? Бұл ұядан алғанда 7-ші айдың 20-сы деп алады. 7-ші айдың 20-сынан ары қарай болса, ұшып кетеді. 7-ші айдың 20-сы дегенде ұядан ұшатын кезде. Бұл жұмыртқалаған кезде 3-ші айдан бастап жұмыртқалап аталарымыздан естігенде 45 қонақтан кейін жарады деп айтады. Бұл соғыстан 7-ші айдың 20-сы дегенде аяқтанып ұшатын несі болады. Содан 3 күн бұрын, 7 күн бұрын сол ұядан ұшырып алады. Бұл ұядан алған соң жақсылап, баптап, қолға үйретіп, сылап дегендей. Содан бастап тираң дейді, басқа бүркітшілермен еріп, аңға баулып, сөйтіп баптайды. Жалпы қанша жасқа дейін аңға салуға болады? Бұл енді қыран құс болғанда 30 жасында жасайды деп айтады. Сол аналық дейді, 4 жасында. Ана жасында ұя басар дейді. Ұя басарында аспанға қой өртіп етішті. Ұя басар құсты қолға ұстамайды. Жақсы құстар болғанда 10-15 жылдан кейін тауға қой өртеді қайтадан. Қанша килограмм салмақты? Бұл 9-да 6-7 килограмм болады. Семірген кезінде 9 кило болады, ал арықтап аңға салатын уақытында 5-6 кило болады. Келесі біздің қонағымыз 6-шы сыныбымызды сыныбымыздың өкілі ретінде келіп отырған Әбікей атамыз. Бұл кісі көп жылдар ұстаз болған, директор болған, білім саласында көп жыл қызмет атқарған ұлағатты ұстаздарымыздың бірі. Осы кісіден Наурыз мейрамының сәлемін алса. Ал енді алдыменен сіздердің барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Осы мерекеге шақырып қатыстырып отырған Болды мырза және Саян телевизия ұжымына көп рахмет айтып келемін. Ал енді сомын жөнінде айтсам, менің сомыным алтын сөксес сомыры деп аталады. Аймақта алғашқы сомындардың бірі 1925 жылы орнаған. Ал енді бір ерекшелігі бұл сомының қазақ раңқай екі ұлттан тұрады. Аға бауыр болып кеткен, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы қатары дамытып, осымен тіршілік етіп келе жатыр. Ал енді демократия құрылғаннан кейін қысы жазы бие байлап, түйе байлап аймақта біздің халқымыз қанымдап отырғанын айта кеткім келеді. Ал өзіміз осы мектепте 40 жыл жұмыста пенсияға шықтым. Оның 30 жыл сол мектептің оқушысының меңгерушісі, директор деген жұмыстарды атқарып келдім. Сонымен қатар қоғамдық жұмысқа да белсене қатысып, құрылтай бастығы, сомындық аймақ депутаттарға да белсене қатыстым. Үкіметіміз осыны бағалап, орды медальдармен сыйлап өтті. Ал енді өзім 8 балам бар, 20-дай немерелерім бар. Семьямен қатар осында пенсияға шығып, пенсияда отырмыз. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Моңғол халқына, бай өлген қазақ халықтарына,
ұлыстарыңыз оң болсын, ақ мол болсын, наурыз мерекелері құтты болсын демекпін.